Өткенге қайғырма. Өткен нәрселерді көп еске алып, жоқ жерден қайғыны қозғап мұңая беру ақымақтық. Мұндай нәрсе алға ұмтылуға тосқауыл болып, өмірді іріткіге айналдырады. Ақылды адамдар өткен қайғы мұңын бірталай ұмытады. Келмес жерге жіберіп, шықпас қылып бекітіп, есінен бірталай жойып тастайды. Өйткені ол бұдан бұрын болып біткен, құйрығы үзілген. Қайғы мұңмен орын толтыру мүмкін емес. Түзеймін десең де оңалмайды. Артқа қайтпастай болып жоқ болған демек, жоқ нәрсеге қайғырып, өткенге өкініп, өміріңді қорқынышты түске айналдырудың керегі жоқ. Өткен істің көлеңкесін өзіңді суырып шық. Аққа дарияны қайта басына қарай ағызғың келе ме? Батқан көнді қайта шығысқа қарай жылжытқың келе ме? Туылған баласының қарнына қайта кіре ме? Төгілген көз жасы көзге қайтып кіре ме? Демек, өтіп кеткен істерге қайғырғаның, жаныңды қинап жаншылғаның дұрыс емес. Ол бекерден бекер өзіңді өзің азаптағанымен бірдей. Өткен қайғылы істің парақтарын ашу бүгінгі күніңді жоқ қылады. Қайратыңды мұқатып, уақытыңды талқандайды. Алла тағала Құранда бұрынғы елдердің жасағандары туралы баяндап келіп, оларда өз алдына бір үмбет еді, келді де кетті деген. Демек, өткен істі өтті, бітті. Уақыт мезгілдің денесіне қайтадан операция жасаудың пайдасы жоқ. Тарихтың дөңгелегі артқа жылжымайды. Бір кездегі болып өткен нәрселерге қайғыру бейне бір диірмен тартылған ұнды қайта ұн қылып дегендей, не аралаған ағаш қиқымдарын қайтадан аралаймын дегендей іс. Өткенге қайғырып жылағандар туралы өліктерді қабірден шығарма деген сөз қалған. Есекке не күйсемейсің деп сұрағандарға ол өтірік айтқанды жек көрем деп жауап берген екен. Қазіргіміз үшін еш нәрсе жасамай, өткен істеріміз ғана шұғылдану біздің ең үлкен кесел-кесапат. Әсем үйлерде тұрамыз, бірақ шіріген қиранулар үшін жас төгеміз. Адам атаулының бәрі жиналып өткенді қайтарып әкелеміз десе де қайтара алмасы анық. Өйткені бұл мүмкін емес. Адамдар атқа жалтақтап қарай беруі керек емес. Өйткені амал әрекет алға қарай жүреді. Су ылдиға қарай ағады. Керуеншілер де алға қарай жүреді. Өмір керуені де осындай. Сондықтан сен де өмірдің бұл заңын бұзбай жүр. Кешке дейін тірі өмір сүрсең, таңға дейін өмір сүретініне толық сенімде болма. Ал енді таңға дейін өмір сүрсең, міндетті түрде кешке дейін өмір сүрем деп ойлама. Сен бүгін қазірдің дәл өзінде өмір сүріп жатырсың. Өткенді қайтара алмайсың. Ал енді келешек әлі келген жоқ. Сондықтан бүгінге, қазіргіне көңіл бөл. Бүгін туылып, бүгін-ақ қайта өле алатындай өмір сүр. Бәрін соңғы рет жасап жатқандай өмір сүр. Намаз оқуға кіріскен кісі бұл оның өміріндегі ақырғы намаз екенін білсе, онда ол намазын қалай оқитын еді? Әлбетте бүкіл дененің Аллаға қойып, өте беріле оқитын еді. Ерекше беріліп һәм Құдайдан қорқып оқитын еді. Әрбір намазыңды солай оқып көр. Шынында сен кейінгі намазыңа дейін өмір сүресің бе, өмір сүрмейсің бе, оны білмейсің. Әрдайым осылай оқымауың мүмкін, бірақ сен соған ұмтылуың керек. Жақсы істерді жаса. Ол сенің өміріңдегі ең ақырғы ісің екенін елестет. Оны сен біраздан кейін өлеріңді біліп тұрғандай орында. Сенің барлық орындаған істерің және ғибадаттарың сондай болу керек. Өзіңді қайта қайтпайтындай нәрселермен, өткендерді еске алумен қинама. Өміріңді әлі болмаған келешекке қатысты қорқыныштармен алаңдатпа. Бүгінгі күнмен өмір сүр. Бүгін жасай алатын және жасайтын нәрселеріңді жасап қал, ертеңге қалдырма. Өйткені ертеңгі күн сен үшін болар болмасын еш білмейсің.
әрбір минутыңды бүгінгі күн үшін пайдалан, өйткені осынау баға жетпес жақсылықтарды жасау өзіңе және басқаларға пайда алып келу және жаратушы иесінің кешіріміне және сыйына лайықты болу деген сөз. Бүгінгі қолыңдағы барға разы бол, өйткені ертең сені иелік қылған нәрселер не болатынын білмейсің. Бір ақын былай деп өте жақсы айтқан: өткен өтті мәңгілік, болашақ әлі белгісіз. Демек бір сағат қана бар, сол сіздің еншіңіз. Егер сен бүгін бақытты болсаң, онда сен бақыттысың. Сенің өткен мезгіліңдегі бақытың бұл сол мезгілдегі бақыттылық. Ол сол жақта қалды. Ал енді саған келешекте келетін бақыт, бұл келешектің бақыты. Ол алда әлі келмеді, сондықтан бүгін бақытты бол. Екі дүниеде де бақытты болуын қаласаң, бүгін еңбектен, сонда сен жаратқанның жарылқауымен оған ие боласың.